Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте қарапайым заттардан жасалатын дрожжной пирожки жасаймыз. Пирожки жасау үшін керек заттар бізге. Бірінші бізге 200 грамм су керек, 50 грамм сұйық май керек, 10 грамм тұз керек, 10 грамм дрожж керек, және 500 грамм ұн керек. Алдын ала електен өткізіліп алған. Суымызды құямыз. Майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Аштығымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біртіндеп ұнымызды саламыз. Қамыр иленген кезде осындай жұмсақ болу керек. Жарты сағат тұрғаннан кейін қамырымыз жақсы көтеріліп ашыды. Қамырымыз шамалы қайтып илеп аламыз. Қамырымызды осындай майда-майда бөліктерге бөліп аламыз. Пирожкиді бүгуге лайықты қылып, бәрі біркелкі қылып. Бөлікке бөлінген қамырларымды осылай домалақтап алам. Домалақтаған қамырымды шамалы оқтаудың көмегімен шамалы жайып алам. Негізі жаймай қолмен басып та бүге беруге болады. Қамыр өте жұмсақ. Пирожкидің ішіне салатын салмаға мен алдын ала картоп қайнатып алам. 12-13 штук. Отқа қойып қойдым. 15 минутта қайнап піседі. Мына картопым қайнап пісті. Картопты мыжып аламыз. Тұз салам. Дәміне қарай бұрыш салам. Енді аз ғана сұйық майымызды құямыз. Осылай жақсылап араластырып алдық. Салмаларымыздың бәрін тестамызға салып алдық. Енді бүгеміз. Ұштарын бір-біріне біріктіріп, біріккен жағын кейін табаны астына қаратып салатын боламыз. Сонда осындай сопақ лодка түрінде форма пайда болады. Өстіп бәрін бүгіп шығамыз. Пирожки ең оңай тестасы. Ішіне сүт те қосылмайды, жұмыртқа да қосылмайды. Тек су мен дрожжға аздаған сұйық май қосып иленген, бірақ өте керемет көтеріліп жұмсақ болатын пирожки. Бүгілген пирожкилерімізді табаға саламыз. Біртіндеп пирожкилеріміздің арасы жағын қоймау керек, өйткені біз оны қайтадан көтерілуге 10 минут қоямыз. Осылай араларын ашып қоямыз, көтерілгенде бір-біріне жабысып қалмау үшін. Табамызға салғаннан кейін пирожкилерімізді 10 минутқа тағы да көтеріліп қойып қоямыз. 10 минут тұрғаннан кейін пирожкилеріміздің үстін осындай өткір пышақпен шамалы тілгілеп аламыз. Формаға келтіру үшін. Бәрін өстіп тілгілеп алғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағамыз.
бәріне жағып шығамыз. Осылай жұмыртқамды бәріне жағып алғаннан кейін 180 градусқа алдын ала қызып тұрған пешке 35 минутқа пісіріп аламын. Мына пирожкиміз пісті, қып-қызыл боп. Піскен пирожкимізді салып алдық. Енді мен қазір сіздерге ішін ашып көрсетемін. Міне, тестасы өте әдемі көтерілген, жұмсақ. Суға үйленгені білінбейді де. Иісі деген керемет. Мінекей. Достар, осындай тез дайын болатын бюджетный пирожкидің рецепті сіздерге ұнаған болса, менің каналыма, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар.